Шымкент қаласында Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінде Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетінің ұйымдастыруымен мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы атты республикалық байқау өтті. Байқауға іріктеуден өткен қазақ тілін жетік меңгерген 11 әскери қызметші қатысты. Іс-шараның мақсаты мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту және ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитеті төрағасының орынбасары Ғабит Абзалбек бұл байқаудың маңыздылығын атап өтіп, оның мақсаты әскери салада мемлекеттік тілдің беделін арттыру, сондай-ақ қазақ тілін этносаралық қатынас тілі ретінде дамытуға және оның қоғамдағы орны мен қадірін нығайтуға ықпал ету екенін жеткізді. Байқауға еліміздің бірнеше өңірлеріндегі әскери бөлімдер мен мекемелерден іріктелген үздік әскери қызметшілер қатысып, өздерінің тіл білгірлігін, шешендік қабілетін және ұлттық рухқа деген құрметін көрсетті. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетінің тапсырысы бойынша биылғы мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы республикалық конкурсы әскери қызметшілері арасында Шымкент қаласындағы іргелі жоғарғы оқу орны Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің төрінде өтіп атқанын бүгін барлықтарыңыз көріп отырсыздар. Бұл іс-шараға еліміздің әртүрлі әскери мекемелеріндегі жергілікті деңгейден өздері ұсынылған әр өңірден бір әскери қызметшіден қатысып отыр. Шараның мақсаты әскери қызмет саласында мемлекеттік тілдің беделін арттыру, қазақ тілін этносаралық қатынас тілі ретінде дамуына, қалыптасуына ықпал ету болып табылады. Бүгінгі шара 3 сатыда өтеді. Бұл шара барысында әскери қызметшілер әртүрлі викториналар арқылы, сұрақтарға жауап беру арқылы, оның ішінде еліміздің тарихы, мәдениеті туралы маңызды сұрақтарға жауап беру арқылы мемлекеттік тілді меңгергенін дәлелдеп шығады. Шара нәтижесі бойынша бұл жерде бас жүлде, 1-ші, 2-ші, 3-ші орын, одан кейін ынталандыру сыйлығы беру жоспарланып отыр. Бұл маңызды шара. Бұл шара жылда әртүрлі сала қызметкерлері ретінде өткізілетінін де көрсеткіміз келеді. Шараға сондай-ақ бүгін зиялы қауым өкілдері, сонымен қатар осы Шымкент қаласындағы әскери гарнизонның қатардағы жауынгерлері, әскери құрамының өкілдері де келіп отыр. Шара өз мәресіне жақсы жетеді деген үміттеміз. Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетіне қош келдіңіздер. Тарих терең, дәстүрі бай. Бұл Әуезов университеті еліміздің ғылым, білім, мәдениет салаларына зор үлес қосып келе жатқан 80 жылдан астам тарихы бар іргелі жоғары оқу орны. Бүгінгі таңда университетімізде 22 мыңнан астам білімгерлер, 5 мыңнан астам қызметкерлер осы салада қызмет етіп келеді. Бүгінгі байқауға қатысушылар, сіздер ерекше мәнге ие. Бүгінгі іс-шара мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы атты республикалық байқауға қатысып, мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруге, оның қоғамдағы орнын нығайтуға өз үлестеріңізді қосқалы отырсыздар. Мемлекеттік тіл елдің еңсесі, тәуелсіздіктің аяғы, ұлттың рухани тірегі. Бұл байқау тек сайыс қана емес, рух пен білімнің, елдік пен тектіліктің тоғысқан мерекесі. Бүгінгі байқауға қатысуға ниет білдірген үміткерлердің жүректерінде мемлекеттік тілге деген сүйіспеншілік пен елге деген құрметтің нұры бар десек қателеспейміз. Сол сезімді өз өнерлеріңізбен, шешендік қабілеттеріңізбен және шығармашылық ізденістеріңіз арқылы паш етесіздер деп сенеміз. Қазақ тілі ата-бабамыздың аманаты, ұлттың жаны мен жүрегі. Ол ұлтты біріктіретін, елдің бірлігін бекемдейтін басты құндылық. Сондықтан әрбір азаматтың парызы мемлекеттік тілді қастерлеу, құрметтеу және келер ұрпаққа жеткізу. Бүгінгі байқау мемлекеттік тілдің қадір-қасиетін дәріптеп, оның абыройын асқақтатады деп ойлаймыз. Бұл үлкен жауапкершілік әрі мәртебе.
Сіздердің әрбір сөздеріңіз бен өнерлеріңіз мемлекеттік тіліміздің айбынын арттырады, рухани байлығымызды насихаттайды. Құрметті бүгінгі шара қатысушылар, өнерлеріңіз өрге жүрсін, сөздеріңіз жүректен шықсын, шабыттарыңыз шалқар болсын. Байқау барысында өздеріңізге мол табыс, жеңіс және жарқын әсер тілейміз. Мемлекеттік тіліміздің мерейі асқақтап, тәуелсіздіктің тұғырлы еліміз еңселі болсын. Байқауға Абай облысынан келген Евгения Сергейқызы 317-67 әскери бөлімінің басқару пунктінің маманы. Бұл байқауға алғаш рет қатысып отыр. Ол өз әсерімен бөлісіп, осындай мүмкіндік бәріне бірдей беріле бермейді. Өзге ұлт өкілі болсам да, қазақ тілін құрметтеп, оны меңгеру мен үшін абырой. Мемлекеттік тіл біздің ортақ құндылығымыз дейді ол. Евгения бұл байқауды бірлік пен тілге деген сүйіспеншіліктің айғағы деп бағалайды. Қазір осында келген мен үшін өте жақсы әсер алып отырмын. Әркімге осындай мүмкіндік берілмейді. Осындай жерге келу, өз-өзіңді көрсету. Өзім басқа ұлты адам болсам да, ұлтым орыс болғанымен осындай өзімді осындай жерге келіп, өзімді көрсетіп, осы басқа ұлттарды қазақ тілін біледі, осындай мақсатпен келіп отырмын. Өзім қазір осындай әсер деп отырмын, қобалжып тұрмын. Бірінші рет келгеннен кейін, бірінші рет өз-өзімді көрсеткеннен кейін бәрі жақсы өтеді деп ойлаймын. Армысыздар, құрметті көрермендер, артылғы алқасы. Мен Патайн Андрей Михайлұлы, ұлтым орыс. 1991 жылы Шығыс Қазақстан облысында Күршім ауылында дүниеге келдім. Сол 1998 жылы Күршім ауылында 4-ші мектебінде 1-ші сыныпқа бардым. Сол мектептен бастап қазақ тілін жақсы меңгере бастадым. Достарым да қазақ балалары болды. Ата-анам Қазақстан Республикасы шекара қызметін қызмет атқарған. Қазір олар екеуі де зейнеткерлер. Ата-анама бала кезінен қарап, әскери болу армандадым. 2019 жылы сол арманына қол жеткізіп, Қазақстан Республикасы шекара қызметінің әскери институтына оқуға түстім. Әскери оқуын ойдағыдай бітіріп, офицер дәрежесінде атқарудамын. 2015 жылдан бастап ұлттық ұлан қатарында өз лауазымдық міндеттерді жалғастырудамын. Бала кезінен қазақ тілін үйренгенім маған қажеттілікке жарады. Өйткені сарбаздар көпшілігі қазақ балалар. Олармен етене жақын болу үшін мемлекеттік тілде сөйлесемін, мемлекеттік тілде сабақ өткіземін, мемлекеттік құқықтық дайындықтарды, тәрбие жұмыстарды, жеке тәрбие жұмыстарды, ақпарат сағаттарды өткізуде. Әрбір сабақ алымында ақындардың, жазушылардың нақыл сөздерден бастаймыз. Мысалы, ақпарат сағатының тақырыбы Абай аманатты. Ғылып таппай мақтанба, орын таппай мақтанба. Құмарланып шаптанба, ойнап күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол. Адам болам десеңіз, жастарды жамандықтан жерініп, жақсылыққа үйренуге, өсуге шақырады. Сол себептен бізге қалтырған Ұлы Абайдың қалтырған мұрасы біз үшін ұшан теңіз. Менің қазақ тілін еркін сөйлеп үйренгенім одан әрі дамытуына, өмірдегі достарыма, мұғалімдерге, ата-анама, қызметте әріптестерімге, отбасында жан-жарым көмектесіп келеді. Жарым Патайн Лейла Мырзағалиқызы, ұлым Радмир, қызым Амелина, берік тірегім. Біз үйде қазақ тілінде сөйлесіп, қазақтың салт дәстүрлерді сақтаймыз. Асқа бата береміз,
ұлттық тағамдар жасаймыз, ұлттық киімдерді киінеміз. Және қалада ұйымдастырылып жатқан іс-шараларға белсене қатысамыз. Сонымен қатар ұлттық ұлан өткізіліп жатқан мемлекеттік тіл менің тілім байқауына бірнеше рет қатысып, жүлделі орынға ие болдым. 2017 жылы рухани жаңғыру, патриотизм негізі республикалық байқауға қатысып, командалық 3-ші орынға ие болдық. Әскери болған соң спортта да жақынмын. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми зерттеу институты Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша филиалының директоры Фахриддин Қаратаевтың айтуынша, байқаудың басты мақсаты әскери қызметшілер арасында мемлекеттік тілді меңгеруді дамыту және оны қолдану мәдениетін қалыптастыру. Ол Шымкент қаласында өтетін финалдық кезеңінің мәні ерекше екенін атап өтті. Себебі оңтүстік өңір игі бастамалардың бастауы, тіл мен бірліктің ордасы. Бүгінде түрлі ұлт өкілдерінің қазақ тілін еркін меңгеруі ел бірлігінің айқын көрінісі, деді Фахриддин Қаратаев. Бүгінгі таңда осы біздің Шымкент қаламызда 3-ші мегаполисте өтіп жатқан үлкен бір іс-шараға бізде қатысып, как төраға, осы әділ алқалар төрағасы болып мен қызмет атқарып отырмын осында. Ал енді бүгінгі іс-шараның мақсаты біздің мына әскери қызметшілердің ішінде біздің мемлекеттік тілді меңгеру мәселесі. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мемлекет тіліміз, қазақ тілімізді дамыту мәселесі қазіргі бірінші біздің немізде тұр. Бірақ түрлі ұлыс өкілдері қатысып, мемлекеттік тілді меңгеру, сол мемлекеттік тілді сөйлеу, соған бір қалыптастыру мәселелерді министерство, жоғарғы оқу орны министрліктің тіл комитетінің ұйымдастыруымен республикалық финальный часть осы біздің Шымкент қаламызда өтіп жатыр. Осы Шымкент қаламызда өткеннің өзі бір ерекше. Себебі Шымкент қаласындағы көптеген жақсы игі бастамалар біздің осы оңтүстік өңірден басталады. Оның барлығы бүткіл Қазақстан бойынша жақсы біледі. Сондықтан мына әскери қызметшілердің ішіндегі мемлекеттік тілді меңгеру мәселесі ол бүгінгі таңда бірінші орында шығып тұр. Себебі өздеріңіз білесіздер, түрлі ұлыс өкілдері мемлекеттік қызметке, одан бөлек әскери қызметке барып, сол жерде қызмет атқарудың өзі оңай шаруа емес. Кейбір жерлері, мысалы біздің осы Шымкент қаламызда да, Түркістан облысы, біздің мынау не дейміз, южный региондар дейміз деп аталады ғой, сол өзіміздің региондарымызда біздің Шымкенттің орны ерекше. Сондықтан бүгін міне Мұхтар Әуезов атындағы университеттің базасында осындай іс-шара болып отырғаны, ол біз үшін үлкен бір қуаныш, мақтаныш. Осы біздің қазақ елінің, мынау ұлыстардың бір-біріне деген ыстық ықыласы. Бұл мемлекеттік тілді білу әрбіріміздің парызымыз. Мемлекеттік тіл ол біздің болашағымыз, біздің келешегіміз. Сондықтан осындай іс-шаралардың жиі өтіп тұрғаны. Мысалы, осынан келіп, міне Шымкентке келіп, Шымкентте осындай жарыс болды. Ол жарыста біз былай нелермен қатыстық деген бір мәселелердің барлығын біз жастарымыз арасында бұл патриоттық сезімді оятады. Сондықтан бұл мәселеге өте дұрыс қарағандығына мен өз тарапымнан министрлік тіл комитетінің, республикалық тіл комитетінің басшыларына, министрлікке де барлығына өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Енді жалпы критериялар болғанда, бұл жерде өзінің бір критериялары, өзінің сұрақтары бар. Бұл жерде қойылатын сұрақтары бар. Әрбір осы конкурсқа қатысушылар өзінің мемлекеттік тілді бірінші қалай меңгереді? Мемлекеттік тілде қандай ол жауап беріп отыр? Ертеңгі өзінің қызмет бабында, өзінің ертеңгі болашаққа деген үлкен сенімі, соның барлығы біз бағаланады. Сондықтан біз осы мәселені біз қатаң қолға алып, әділ алқалар алқасы осыны келісіп, оған қарап баға шығарамыз. Бірінші этаптары бұл региондарда, өздерінің облыстарда болып өткен.
Ал енді бүгінгісі ол енді ең қорытындысы болады. Ол қорытындысы жеңімпаз бүгін анықталып, осы жеңімпаздарға сый-сияпаттар, марапаттар беріледі. Сонымен қатар бұл байқау мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға және оны насихаттауға зор үлес қосты. Сайыс соңында барлық қатысушыларға алғыс хаттар табысталып, сыйлықтар үлестірілді.